Елордада Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының 11-ші республикалық жастар форумы өтуде. Аталмыш форумға еліміздің барлық өңірлерінен 250 теміржолшы қатысуда. Жастар форумының тарихы барысында қатысушылар ұсынған үздік жобалар жүзеге асырылып, темір жолдағы барлық бағыттар бойынша білікті мамандар қоғамы құрылды. Іс-шара жастардың қабілеттерін барынша арттыруға, мансаптық өсу мүмкіндіктерін жоғарылатуға және өзара қарым-қатынасын дамытуға бағытталған. Форум аясында қатысушылар компанияның топ менеджерлерімен кездесіп, оларға өз жобаларын ұсынуға мүмкіндік алады.